Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз G-Service KZ компаниясы НКВ групптағы кішкентай спецтехникалардан бастап ең үлкен ірі техникалардың барлығын көрсетіп сіздерге айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар және де арнамызға тіркеліп ссылкасын чаттарда таратыңыздар. Погрузчиктер аламан бәйгеге түсті. Оның ішінде величный погрузчиктер өз еншісін алуда. Бұл жерде орналастырылған батарея Zikr автокөлігіндегі литион батареяларымен жабдықталған. Бұл батареяны сен 2 сағат қуаттайтын болсаң, 10 сағаттық жұмысыңды даже минус 30 градуста да беймарал қиналмай атқарып беруге күш қуаты, әл ауқаты жетеді. Соңғы үлгіде жабдықталған величный погрузчиктер рулі оңай басқарылады, рычагтары жеңіл қозғалады. Сен алдыңдағы барлық нәрселерді қиналмай көруіңе жағдайды жасаған. Егер де сенің жұмысыңа қажетті болатын болса, сырттағы жүктеріңді тасымалдауға негізі дизельмен қозғалатын қозғалтқышы бар величный погрузчиктер дұрыс. Егер складтың ішінде шумды қатты жақтырмайтын жерлерде жұмыс жасағың келсе, электрлік величный погрузчиктерді алғаның дұрыс болады. НКВ Group компаниясында сенің жұмысыңды жеңілдетуге арналған величный погрузчиктердің түрі бар. Бұл погрузчиктер 1,5 тоннадан 7 тоннаға дейінгі сенің жүктеріңді қиналмай тасымалдауға көмектесе алады. Бұл жерде бензинмен жүретін, дизельмен жүретін, электрлі және де газбен қозғалатын величный погрузчиктерді таба аласың. Және G-Service KZ компаниясының G-Service KZ қосымшасы бар. Сол жерге кіріп өзіңе қажетті спецтехникаларды тауып алуыңа болады. G-Service KZ қосымшасын App Store немесе Play Market'тен жүктеп пайдаланыңыздар, арнамызға тіркеліңіздер. Қазіргі барлық технологиялар адамзаттың ыңғайына қарап жасалғаны анық. Бұл жердегі рулін басқару өте оңай. Бұл рульде отырған адамды көрсең, рульде емес, как будто бір өзінің өмірін басқарып жатқан сияқты көрінеді. Қос тізбекті гидравликалық механизм ауыр жүктің өзінде оңай көтеруге мүмкіндік береді. Жақтаулары берік, сондықтан бұл вибрациясыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Қанша қинасаң да қыңқ демейді ғой, былайша айтқан кезде. Мына жүк көтеретін шанышқылары стандартты, ұзындығы шамамен 1070 мм. Оңай реттеледі, металл өте сапалы жасалған. Мұндай қысыммен жұмыс жасайтын жүйе дәл және сенімді. Мына вилкаларын көтеру, түсіру, еңкейту барлық оңай, сол үшін бұны бір саусақпен басқара аласың. Бұл жерде тұрған величный погрузчиктердің бағалары әртүрлі. Өзінің қозғалтқыш көлеміне сай 5 миллион теңгеден 11-12 миллион теңгеге дейін погрузчиктер бар. Біз уәде еткенде НКВ Group компаниясындағы кішкентай спецтехникалардан бастап ең үлкен спецтехникаларды көрсетеміз дедік. Ал енді келесі кезекте автогрейдер. Еңбегі де құрмысқа сияқты ғой жалпы. Бұл жерді қазған кезде, алдындағы жерді тегістеген кезде, ойпырмай алдында кездескеннің барлығын жайпауға дайын тұратын автогрейдер. Мынау алыптың салмағы 15-18 тоннаға дейін барады. Яғни бұл бір піл аздық ететіндей салмаққа ие. Мына капоттың астында 180-220 аттың күші бар. Бұл ат жылдамдыққа емес,
қара күшке негізделген. Мынау пышағының ұзындығы 3-6 метр шамасында, жұмыс тереңдігі 500 миллиметрден жоғары. Бұны қолдану салалары: жол тегістеу, қар тазалау, құрылыс алаңдарын жоспарлау, топырақ, қиыршық тас, құм жылжыту деген сияқты жұмыстарда қолданылады. Бұл тек қана жерді емес, бұл адамның ішкі көңіл күйінде тегістеп тастай алады. Мынау риппер, топырақты қопсытатын құрал. Грейдердің артында 3-5 тістен тұратын қатты болат құрылғы. Қатты жерлерде жұмыс істеуге жақсы көмектеседі. Адамдар трактор деген сөзді естіген кезде ескі қара түтінді аямай шығаратын СССР кезіндегі тракторды елестетуі мүмкін, бірақ бүгін біз қытайлық фронтальды погрузчик туралы айтатын боламыз. Қазір кімнің сезоны сол кісі болатын заман ғой. Сен де осындай погрузчикті сатып алып, кісі болып жүрмейсің бе? Үй құрылысына да, жол құрылысына да кете беретін НГБ Груп компаниясының спецтехникаларына келдік. Мына алдында тұрған 2-3 фронтальный погрузчик. Мынау көбіс енді біраз нәрсені жайып тастайын деп тұр ғой. 3 тоннаға дейін жүкті смело көтере алады. Және де мына жанында тұрған көбісі сәл кішкентайлау фронтальный погрузчик. Фронтальный погрузчиктің бағасы 15 миллионнан басталады. Және де мына жанында тұрған фронтальный погрузчиктер мына 2-3-тің інісі-інісінде болады. Олардың объемы 1-2. Және де келесі кезекте мына жанында тұрған каток. Мынау асфальт бар ғой жердегі. Соның астындағы топырақты тегістеп тастайтын каток. Бұның бағасы 22 миллион 800 мың. Және де мына жанындағы фронтальный мини погрузчиктер мынау сыпырғыш десем де болады. Қазіргі замандағы келіндерге әперіп қойсаң жақсы нәрсе екен негізі. Бұлардың бағалары 13 миллионнан басталады.